Қыздар, міне мен барлығын қойып алдым. Құрақтарымның бәрін тігіп, оюымның бәрін жабыстырып алдым. Ең айта кететіні, ең ақырында 4x22-лік материалды 4-ке кесіп алдым. Міне. Мынандай ғой, короче. Міне, түсініп жатсыздар ғой, осыны 4-ке кесіп алдым. Сөйтіп, ең шетіне қойдым. Енді сіздер өздеріңіз білесіздер, мысалы үшін мен үйімнің көрпешесін жаңартайын деп жатқан нелер болса, апаларымыз болса, демек мынаны кішірейтсеңіздер болады. Менікі әзір бұл стандарт бойынша бізде оңтүстікте 2-2,5, 2-30, 2-20 көрпеше, ең кішкентай 2-20 болады. Сол себепті біз мына 2-20-лық көрпеше істеп жатырмыз. Әзір мынау менде 2-10-да. Еще жанына қосамыз тағы да 10 сантиметр. Ақтау Атырау жақтарда 2 метр көрпешелер, 2 метр болады. Егер 2 метр көрпеше істеймін десеңіздер, мына бөлігін алып тастасаңыздар болады. Міне. Мына бөлігін алып тастап, мына бөлігін алып тастайсыздар дағыны. Мына жерге қоя саласыздар. Сонда бір ою, шетіндегісі 2 ою, 2 құрақтаңыз алып тастаған боласыздар. Сонда сіздерде 5 блок ою, нелері, құрақтары 12 штук, шетіндегілері 12 штук, ал жанына бір нені блокты кесіп, 4 кесіп қоясыздар. Қыздар, осылай істей беріңіздер. Барлығын қатырып алғаннан кейін зигзаг басамыз.